Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге менің өзімнің үй жағдайында жасайтын нанның жасалу жолын көрсетемін. Менің инстаграм парақшамда көп сұраныс болған еді. Жасалу жолын көрсетіңізші. Біздің жасағандарымыз кішкене қатты болып қалады. Сіздікі өте әдемі болып шығады деп көп сұраныстар болған еді. Сондықтан да осы видеоны түсіріп отырған жайым бар. Үй жағдайында ешқандай қиындығы жоқ. Бала шағаңызға жасап берсеңіздер болады. Ешқандай сүт, май, жұмыртқа қоспай-ақ осындай дәмді нан жасауға болады. Сіздерге қазір жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл нанды жасау үшін бар жоғы ұн, тұз және аштығы керек болады. Мен 1 кг 800 грамм ұн алдым. 2 шай қасығы тұз және 42 граммдық осындай свежий аштығы қостым. Сіздер қалсаңыздар, құрғақ аштығы қоссаңыздар да болады. Енді осыны жылы сумен жақсылап илеп аламыз. Міне қамырымыздың июі қанды. Енді алақанымызды кішкене майлап, қамырымызды 1-2 рет қайырып аламыз. Міне қамырымыздың үстіне үйдегі қазанның қақпағын жауып, жылы жерге қойып қоямыз. 1,5-2 сағаттан кейін дайын болады. Міне қамырымыз 1,5 сағатта осылай көтеріліп шықты. Енді алақанымызды кішкене майлап, үстінен 1-2 илеп, жарты сағатқа тағы қойып қоямыз. Міне достар, 2 сағатта қамырымыз осындай әдемі болып көтеріліп шықты. Енді нанымызды пісіріп бастаймыз. Достар, қамырымыз кішкене сұйық болғандықтан алақанымызды майлап алсақ өзімізге ыңғайлы болады. Мен осы қамырдан 2 нан жасаймын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай 2-ге немесе 3-ге бөлсеңіздер болады. Мен 2-ге бөлдім. Нанды жасау үшін арнайы ыдыс іздеп әуре болмаңыздар, үйіңіздегі тамақ жасайтын қазанға жасасаңыздар болады. Нан пісетін кезде оттың асты баяу жануы керек. Сол кезде нанның іші барлығы жақсы болып пісіп шығады. Арасында осылай хабар алып тұрамыз. Достар, егер қаласаңыздар, 2-ге емес 3-ге бөліп жасасаңыздар да болады. Мен нанның бір жағы пісіп шықты. Енді жаймендеп екінші жағын аударып аламыз. Достар, қақпақ буланып, су жинағандықтан әр 15 минут сайын қақпақты осылай суынан тазартып тұрыңыздар. Міне нанымыз толықтай пісті. Толықтай бір нанның пісуі 40 минут уақытты алды. Достар, қамыр сұйық болғандықтан формасы кішкене әдемі болмауы мүмкін. Бұл қатты маңызды емес. Дәмі өте дәмді болады.
Міне 2 наным да пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ. Сіздерге қазір кесіп, ішінде көрсететін боламын. Балалық шағымызды еске салатын осындай әдемі, жұп-жұмсақ, есі бұрқырап тұратын нанды отбасыңызға, балаларыңызға жасап берсеңіздер өте қуанады деп ойлаймын. Іші де өте әдемі болып пісіп шықты, уайымдамаңыздар. Үстіне қалағандарыңыздай сармай, варенье жағып жесеңіздер болады. Достар, егер сіздерге менің рецептім ұнаған болса, лайк басып, каналыма жазылып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларды көріскенше қош сау болыңыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай, іші де өте әдемі болып пісіп шықты. Үстіне өздеріңіздің қалауларыңызға қарай сармай, варенье жағып жесеңіздер болады. Балдарыңыз өте мәз болып жейтін болады. Достар, егер менің нан жасау жолым сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар.